Сәлем қыздар, бүгін сіздермен иық пен мойынға арналған жаттығуды жасаймыз. Әуелі негізгі қалыпты еске түсіріңіздер. Негізгі қалып төбемізді, бұрын еңбек орналасқан жерді ойша жоғары бағыттау. Ол біздің басымыздың мойыннан, ал мойынның иықтан шығып жоғары бағыттауын қамтамасыз етеді. Тек қана жаттығуда емес, өмір бақи осы қалыпты ұстау керек. Сонда жүйке жүйесінің сигналы арқылы мынау беттің бұлшықеттері, мойынның бұлшықеттері үнемі жоғарыға тартылып тонуста жүреді екен. Бұл негізгі қалып. Кеттік, жаттығуды бастаймыз. Басымызды оңға қарай еңкейтеміз. Қатты күш салудың қажеті жоқ. Басымыздың салмағымен мына жердегі бұлшықеттерді созамыз. Демаламыз. Иығымыз төмен түсіп тұр қажет. Бастапқы қалып, сол жаққа қарай. Басымызды тек төменге ғана емес, сонымен қатар қиғашынан диагональға бағыттаймыз. Мына жеріңіз тасаңыз болады. Мойныңыз, иығыңыздағы бұлшықеттер гитараның струнасы сияқты тартылып тұр. Бастапқы қалып. Иығымыз көтеріліп кетпесін. Егер де иығымыз көтерілетін болса, қолыңызды бүйтіп басып отырсаңыз болады көтеніңізбен. Демаламыз. Жаттығу тек қана рахат сезім сыйлау керек. Бастапқы қалып, келесі жақ. Бұл жаттығуды сіз жұмыс барысында үйде жүрген кезде отыра қалып, менің видеомды қосып қойып жасасаңыз болады. Өте эффективті жаттығу. Бастапқы қалып, басымызды, төбемізді созамыз. Тамаша. Бұлшықеттер ысып жатыр. Мына аймақ жылып жатыр. Керемет. Осы жаттығуларды жасау арқылы біз бұлшықеттерді жаттықтырамыз. Және осы жердегі тамырлардан оттегі жақсы өтетін болады. Басымызға қарай. Бастапқы қалып. Қыздар, өздеріңізге уақыт табыңыздар. Қайда жүрсеңіздер де қысқа жаттығуларды жасап жүріңіздер, ол денсаулық үшін өте маңызды. Ол үшін әрдайым менімен бірге болыңыздар, мен сіздерге сондай қысқа әрі өте эффективті жаттығуларды беріп тұратын боламын. Күшті, жылыды. Мына жер өте күшті болып тұр. Енді соңғы шпих. Басымызды еңкейтеміз, қолымызды қоямыз. Баспаймыз, жай ғана қоямыз. Керемет. Бастапқы қалып, аққу мойын болып сезініп тұрмын өзім. Келесі. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Өзімізге қамқор болайық. Тамаша. Мойныңызбен ары-бері қозғалтып көріңіз. Өте керемет жеңіл сезім. Ұнаса пікір қалдырыңыз, лүпілдетіңіз, достарыңызбен бөлісіңіз. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыз.